Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өзім үнемі жасайтын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қамырына ұн, ашытқы, жылы су, тұз, қант және сұйық май керек болады. Ал салмасына колбаса және сыр, кетчуп және майонез. Салмасына өз қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Қыздар, қамырын жасаймыз. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз және 2-3 қасық қант саламыз. Және де ашытқыны көз мөлшермен саламыз. Ары қарай венчикпен араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минутымыз өтті. Міне 15 минуттан кейін сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Илегіштен өткізілген ұн өте дәмді болып шығады пиццамыз. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Жылы жерге 30 минутқа қоямыз. Жылы жерде 30 минуттай тұрды нанымыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламын, өйткені 2 пицца жасаймын. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Нанымызды домалақтап, бетін салафанмен жауып, бір нанымызды алып, оқтаумен жаятын боламыз. Оқтаумен доп-домалақ қып жаямыз. Жақсылап жайған дұрыс. Жұқа қып жаямыз, қалың жаймаймыз. Өйткені қалың жайсақ, нанымыз піспей қалатын болады. Келесі пештің табамызға шемішкен майын құйып жағатын боламыз. Өйткені май жаққан себебіміз асты күйіп кетпес үшін. Нанымызды қолмен жақсылап тұрып басып шығамыз. Салмасын жасайтын боламыз. Ең бірінші кетчуп қосамыз. Кетчуптан кейін майонез 2-3 қасық саламыз. Жақсылап жағып шығамыз нанымызға. Майонезімізді жақсылап жағып, үстіне колбасамызды саламыз да, қызып тұрған пешке 20 минутқа пісіреміз. Негізі 25 минутта толық піседі, өйткені мен 20 минутта алдын ала пісіріп аламын нанын. Одан кейін 5 минут қалған кезде ірімшігімізді салатын боламыз. Қамырымыз пісіп шықты. Енді үкіштен өткізілген сырды бетіне саламыз. Ірімшігіміз қанша көп болса да дәмді болады. Бұны да 2-3 минут пешке пісіріп аламыз. Тек ірімшігіміз ерісе болды. Біздің пиццамыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Рецепт пайдалы болса, лайк басып тіркеулеріңізді ұмытпаңыздар. Әлде түрлі рецепттер көп болады. Достар, видеомның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.